Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің мәселе қыз балалардың шалбар кигені дұрыс па, бұрыс па? Және осы жайлы біздің штуку студенттеріміздің пікірін білеміз. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Жақпекова Раушан, журналистика мамандығында оқимын. Менің бүгінгі қоятын сауалнамам қыз баланың шалбар кигені дұрыс па, бұрыс па? Сұрағым, сіздің ойыңызша қыз баланың шалбар кигені дұрыс па, бұрыс па? Қыз баланың шалбар кигеніне өз басым қарсымын. Себебі біздің ата-бабаларымыздағы аналарымыз, әжелеріміз барлығы ұзын киген, дін мен салтына байланысты. Қыз баланың шалбар кигені қазір заманда әркім өзінің ыңғайына қарай киеді ғой. Менің ойымша шалбар киген дұрыс, бірақ андай қатты тырситып кимеген, жабыстырып денесіне. Өйткені жабыстырып шалбарды қыз бала жабыстырып кисе көптеген ер балалардың нәпсісін қоздырады деген әңгіме ғой. Сіздің ойыңызша, яғни сіз қарсы емессіз, тек қана қыз бала жабыстырған шалбар кимеуі керек. Менің ойымша қыз баланың шалбар кигені ол әрине атам заманнан келе жатқандай, негізі қыз бала қазақ менталитеті бойынша көйлек киген, яғни ұзын етекті көйлектер киген, бірақ қазіргі таңда заман талабына сай шалбарға ауысты қыздар. Бірақ мен бұны толықтай дұрыс емес деп айта алмаймын. Жалпы заман талабына сай әрине шалбар киген дұрыс. Өйткені көп жағдайларда көйлек немесе юбкаларды киген өте ыңғайсыз болып келеді. Әрине ол қыз баланың көркін келтіреді. Бірақ та шалбар кигенде ол өте ыңғайлы, көп нәрселерде ыңғайлы болып келеді. Спорттық киімдерде болсын, немесе бір жерге шыққан кезде де мен шалбар кигенді құптаймын. Шалбар кигенін мүлде құптамаймын. Қыз баланың ұзын көйлек кигені, етегі ұзын көйлек киген дұрыс. Өйткені қыздың еркектің назарын аудартатындай қысқа немесе шалбар кигендері дұрыс емес деп ойлаймын. Сіздің ойыңызша, яғни барлық шалбардың барлық түрлерін киюге сіз тыйым саласыз? Жоқ, болады ғой, ұзын қандай еді? Андай кең етегі кең болады ғой. Иә, кең етекті, еркін тұратын шалбарларды, яғни киюге рұқсат етесіз? Етегі кең, еркін тұратын шалбарлар болады. Біз ер азаматтарымыздың пікірін байқадық. Біздің ер азаматтарымыздың пікірінше қыз балаларға көйлек киген, шалбар кигеннен қарағанда жарасады. Сондықтан да қыз балалар, сіздерге ең бастысы айтарым, осы пікірлерді ой електеріңізден өткізсеңіздер. Тыңдап қарағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше.